Мәссаған базар жоқ, мынақта деген туң-туң суқыр деген нәрсе хит болып жатыр дейді ғой. Мәссаған енді сол шынымен де бар ма екен, жоқ па екен? Олай болса бүгінгі бөлімде біз соны іздейтін боламыз. Давайте олай болса деген подписчиктеріме де қызық болатын шығар деген. Ё-моё, ол туң-туң суқыр деген короче бір қорқынышты бір шләңгі ме, короче ағаш па, шибыт па бір нәрсе дейді. Короче енді соны барып тексеріп келетін боламыз. Біз деген бар ма екен, жоқ па екен? Так, мынақта менің машинам тұр ма деген. Мәссаған менің Toyota 75-ім тұр ғой. Мәссаған американец деген жақсы көремін осын деген. Давайте олай болса осыған отырып алып барайық достар біздер деген. Тоқтаңдар достар, сендер деген сонда видеоны арнаға тіркелмей көріп жатсыңдар ма? Давайте астындағы подписаться деген кнопканы басып 20 000 оқырман санына дейін жеткізіп басайық. Давайте достар, бізде 18 000, почти 19 000 оқырман болып қалды. Давайте сен қаншасыншы оқырман болып осы видеоны көріп отырсың, оны да комментарийға жаза кет достар. Давайте тіркелеміз арнаға деген, тіркелеміз деген лайкты басамыз, 20 000 оқырманға жетейік. Давайте достар, Нұрғазақ арнасын барлығымыз бірге дамытып жіберейік деген достар. Давайте олай болса деген мен енді шынымен де туң-туң суқырды іздеуге баратын боламын. Так, достар, ё-моё деген мен туң-туң суқырды қайдан іздерімді білмей жатырмын. Негізі бар емес па? Вокзалдан іздеймін ба, әлде аэропорттан іздеймін ба? В общем, басым қатып отыр деген. Давайте олай болса мен деген оның телефон номеріне звондай салайын. Менде номері болу керек оның деген. Так, қазір мына туң-туң суқырдың номері қандай еді өзі деген? Мына 8705. Аха. Ал достар, енді звондаймын мына туң-туң суқырға деген. Алло, туң-туң суқыр деген сен ба, бауырым? Ё-моё, сен іздеп жүрмін деген. Жалпы барсың ба, тірісің ба деген? Сені мен подписчиктеріме көрсетейін деп едім жалпы деген. Сен кімсің тағы маған звондап тұрған? Ё-моё деген, мен ойыншық көріп тұрсың ба? Не подписчиктеріңе көрсетемін деп өзің кел деген, мықты болсаң давай мен сені күтем деген. Челен тауының арт жағында туннелі бар, сол туннельге қарай келсең мен сол жақта үйім, мен сол жақта тұрамын. Короче, кел сол жерге духың жетсе, егер подписчиктерің сені шынымен де жақсы көріп қолдайтын болса, арнаңа тіркелетін болса, кел, егер подписчиктерің ішіндегі мен сені күтіп аламын деген смело. А так мен деген бара алмаймын, қазір мен на работе, короче, жұмыстамын мен деген. Жұмыстасың деген. Сен жұмыс дейсің ба? Туң-туң суқыр, базар жоқ. Олай болса қазір мен кешке таман барайын, үйіңе деген түнде қорқынышты болады да, сәл деген мен оқырмандарымда сәл хоррор видео түсіріп қойын деп арасында деген. Бола ма сөйтсем деген? Бауырым, как раз кешке деген бос, мен деген мынақтаға қол тимей жатыр. Давай кейін мықты болсаң кел кешке деген. Оппа достар, мынау деген жота телефонын өшіріп қойды. Базар жоқна туң-туң суқыр деген жұмыс істей ма? Бір бәле екен ғой. Мәссаған деген мен оны деген адамдарды қорқытып, адамдарды үрейлендіріп жүре ма десем, ол да жұмыс істейді екен. Базар жоқ достар. Давайте сендер әлі тіркелмеген болсаңдар тіркеліңдер, астында аппақ подписаться деп тұрады, соны басып кетіңдер достар. Болды, басқа ештеңе сұрамаймын сендерден. 20 000 оқырманға жетіп ойға, дальше 25 000, сосын 30 000, 35 000, дальше больше көре береміз достар. Ал біз болсақ кеттік. Ал деген Челен тауының арт жағында бір туннелі бар дейді, сол жаққа қарай бара берейік. Олай болса деген өзіміздің Toyota 75-імізбен. Жалпы қалай сендерге ұнай ма Toyota 75 деген? Бізде деген Шымкентте толып жүреді мұндай деген 75-тер. Ал кеттік олай болса деген. Ал мінекей достар, мен де кеп қалдым, мен де кеш болып кеттік. Как раз келемін дегенше енді туң-туң суқыр ма, сақыр ма, соны іздеп деген қаланың бір шетіне келдім ғой. Мына Toyota 75-ім деген вообще быт-шыт болып кететін болды. Ё-моё деген. Так, енді осы жерде деген бір туннельдер бар деген достар. Осы туннельдер арқылы мынандай канализацияның сулары жүреді. Осы мынақта деген сығасып жатыр енді. Ё-моё, айтып жеткізе алмаймын, мына экранның бетіне шығып кетті деген. Так, олай болса деген мен барайын. Оппа, мынау деген туң-туң суқырдың машинасы ма сонда деген? Базар жоқ. Олай болса деген мен бұның машинасын өртеп тастамайын ба достар деген. Так, давайте достар, мен деген мынандай бомбочкалар арқылы сол туң-туң суқырдың машинасын жарып тастайын. Осы жерде жұмыс істеймін деді ғой. Ол деген егер соның точно машинасы болса деген вообще достар дәріске болатын еді деген бар ғой. Мен оны жаман көремін достар, туң-туң суқыр деген бәле екен ғой. Ё-моё, адамдарды қорқытып жүреді деген. Так, олай болса деген мен олай болса шамалы ары қарай барайын достар. Содан кейін жоғары қарай шығып кете салайын. Оппа, мына туннельдер арқылы қазір кіріп баратын боламыз осы суқырдың үйіне, туң-туң суқырдың үйіне енді деген достар. Ё-моё, мені өлтірмесе болды, неге машинамды жарып тастайсың деп. Ал олай болса достар, мен мінекей мына жаққа тұрып алдым деген, машинасын жарамыз. 1 2 3 go. Ё-моё деген. Мәссаған көлігі деген мына қайдан шығып кетті ғой. Ема деген туң-туң суқыр енді оны біліп қоймаса болды деген. Ема тоқсаңдар достар, маған біреу звондап жатыр. Ема деген. Ема достар, мынау деген туң-туң суқыр ғой. Мәссаған деген. Сен неге менің машинамды жарып тастайсың? Сыртта тұрған мен сені көріп тұрмын деген. Давай ішке кір, қазір мен сені сазайын тарттырамын деген. Ё-моё, Франклин десе, сен деген жаман бұзық бала екенсің қазір. Сен деген қорқытамын мен. Ішіне кіре бер, туннельдің ішіне осы жерде. Мәссаған достар, ема деген мына туң-туң суқыр ашулы ғой, жота деген базар жоқ. Так, олай болса да кеттім мен деген мына туннельдердің ішіне кірейін деген. Ал керек болса достар, мәссаған мен қайдан пайда болып қалдым деген. Мәссаған мына есіктен кіріп едім, жота деген мынандай бір қап-қараңғы бір туннельдің ішіне ме, лабиринттің ішіне ме кіріп кеткен сияқтымын ғой деген. Базар жоқ деген. Ал енді осы жерде туң-туң суқыр жүр ма не сонда деген. Мәссаған мен деген бұл лабиринттің ішіне мен ұстап алатын сияқты ғой. Опа, мынақта деген тағы бір есік бар екен достар. Базар жоқ. Бұл не істеп тұр бұл жерде?
мә саған. Так, мына жақта деген енді бір жол бар екен, мінеміз бе деген. Опа, жота мінамайды сияқтымыз достар. Опа. Так, мінамайды екенбіз. Жарайды, олай болса деген былай қарай жүріп көрейік. Мүмкін біз іздестірген түң сұқырды тауып алатын шығармыз да. Ол деген осы жаққа келе бер, сені күтіп алам, айырып тастаймын деді мен. Бір нәрсе деді ғой, машинасын жарып тастағанға жынданып кетті достар ол деген. Так, достар, мына жақта деген бір үлкен жолдар бар екен деген. Опа, мына жақта жота достар, біреудің дауысы шығып тұр. Ё-моё деген. Мәссаған, мен жота қорқа бастадым достар. Мына жақта түң сұқыр бар емес пе? Келген кезде түң сұқыр деп дауыс шығып жатыр достар. Ё-моё деген түң. Ой, мәссаған. Міне тұр ғой түң сұқыр деген. Ой, түң сұқыр қой айналайын, ё-моё деген. Ойбай достар, мына келе жатыр маған қарай. Мәссаған. Ема, түң сұқыр. Қайда? Ән тұр достар. Ема, қайда қарай кетті ол деген? Менен қорқып тұр ау деме, бергеле. Көк. О, достар, қуалап келе жатыр мен деген. О-моё. Аны жота мені тығылып жүрген сияқты достар. Қалай қарайсыңдар деген, қалай ойлайсыңдар деген. Так, мені деген достар қуаласа бар ғой, страшный қуалайтын сияқты. Қараңдар. Жота келе жатыр да қашып бара жатыр деген. Кел, давай, кел, жотам. Ойбай достар, түң сұқыр келе жатыр деген. Ё-моё. Қаш. Достар келе жатыр. Жоқ. Ема деген, қаш. Ё-моё, келе жатыр достар мынау деген. Албасты құрая сұқыр, ё-моё деген. Қаш достар, нақ тупик мен білем деген. Жоқ, бауырым, жоқ. Мә саған. Ема. Так, достар, жота мен деген нақтан тірілдім деген. Ана түң сұқыр жота мен қуалап өлтіріп тастады деген. Албасты деген бергелге сені. О, келе жатыр достар. Қаш деген. Жүгір достар. Ё-моё деген ана түң сұқыр деген. Базар жоқ страшный қорқынышты персонаж екен. Қаш деген. Жүгір. Жоқ, мына жер тупик достар. Былай қарай кетуіміз керек біз деген. Жота мына картаны жүгіре беріп деген достар, мен жаттап алдым деген. Келе жатыр анау деген. Қақпас ешек. Жүгір достар, келе жатыр. Қашам, қайда. Ё-моё деген достар, смело арнаға тіркелеміз, лайк басамыз достар деген. Давайте деген, мен түң сұқырдан қашып кетуім керек деген. Болмаса деген өлтіріп тастауым керек бұны. Ё-моё. Достар, жота не істейміз, автоматпен атамыз ба деген. Давайте деген, мен онда қолыма мынандай пистолет ұстап алдым деген. Айтпесе мынау мен жота қорқытып өлтіретін сияқты, қолымды ауыртып мынау деген не? Достар, бір нәрселер болып жатыр мына жақта деген, түсінсем бермесін. Мына жақ тупик қой. О, достар, міне. Бергел. Жота автоматпен атсам қорқа деген достар ол деген. Қашып бара жатыр деген, бергел. Мә. Қаш. Ё-моё, бергел. Кең болсын. Достар, автоматпен атсам жыбы қорқады екен деген ол. Ё-моё. Так, достар, мен деген мынандай мощный автомат алып алдым, мына түң сұқырды енді осы жолы точно өлтіретін сияқтымын мен деген. Так, қайда сұқыр деген? Сұқыр, түң сұқыр, ё-моё, беркеше. Достар, ол деген. Опа, дос келе жатыр деген. Мынау менің келген жерімде, нақ тупик достар, жыбы тупик мына жер. Міне, қаш деген. Так, былай қарай жүгіреміз достар, артынан қолайды. Мә саған. Ойбай достар, оқ бітіп қалды деген. Албасты ешек. Белгілі, ё-моё, сен точно айран бұл жол. Ол мына жерлерде жүр достар. Мә. Достар, қашындар, ё-моё, маған теспей тұрғанда қашып кету керек. Келе жатыр анау деген достар. Қаш. Ату керекпіз достар, бұны деген. Қаш. Бергел. Қаш. Оқ бітіп қалған несе, албасты. Мә. Жүгір достар, жүгір. Ұшағы патронымыз қалды деген. Мә. Ё-моё, өлмейді достар. Қаш достар. Дерске қашып қоям ба деген мынандайлардан. Ойбай достар, жүгір. Тупик. Анан достар, ана түң сұқыр деген. Жаман бәле екен, ё-моё деген. Жүрегім ауырып кетті мен деген. Мә. Все достар, мына өлтіріп тастай береді мен деген бар ғой. Надоел уже болды. Ма достар, қой құрсын мен деген, қайтайын мына үйіме, қайтайын мына түң сұқыр деген мені аямады. Енді мен оны деген GTA 5 әлеміне шақырып алатын болам. Қаш деген мәссаған достар, ана түң деген сұқыр деген, ё-моё, жаман мазан алды деген бар ғой. Қорқып деген, ана жақта деген мәссаған достар, вообще болмайды екен ол түң сұқыр деген. Мәссаған, мына көлігі деген қайтадан орнына келіп қалыпты ғой, базар жоқ. Ал менің көлігім қайда кетіп қалды деген достар. Мәссаған, мына жақта деген мен көлігім дұрыс еді достар, көлігім жоқ деген. Деген, достар, мақұл қоя берші деген, басқа көлікті ала саламыз деген достар. Давайте, егер сендер видеоны соңына дейін көрген болсаңдар, көп рахмет достар. Давайте, келесі видеода қандай видео шығарайын, давайте барлықтарын комментарияға жазып кетіңдер деген. Содан кейін арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңмен осы видеоны бөлісіп қойыңдар достар. Сендермен бірге болған мен Нұрғазақ, келесі кездескенше сау сәлемет болыңдар. Ал мен болсам жаяу кеттім деген үйге қарай.